Қайырлы күн, құрметті YouTube көрермендер. Бүгін сіздермен өте ерекше тағам дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттарды астына қалдыратын боламын. Каналымды жоғалтып алмау үшін маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Дәл осы тағамға гарнирмен ұсынсаңыз да болады, немесе закуска ретінде ұсынсаңыз да болады. Өте ерекше болып шығады. Ол үшін алдымен осылай филемізді екіге бөліп, арасын осындай тереңдікте кесіп алатын боламыз. Одан кейін біз соусымызды дайындайтын боламыз. Оған тұз, өзіңіз қалауыңыз бойынша үйдегі бар заттармен жазсаңыздар болады. Мен кішкене чили приправасынан қостым. Одан кейін қара бұрыш қостым. Паприка болса, паприка салсаңыздар болады. Өте ерекше түсі жақсы болып шығатын болады. Одан кейін оливковый маслоны құйып, жақсылап араластырып дайындап қоятын боламыз. Одан кейін сырымды дәл осындай қалыңдықта сырларымды турап шығамын. Одан кейін қызанақтарымды осындай солонка етіп, жіңішке етіп осылай турап шығатын боламыз. Одан кейін табамызды оливковый масломен майлайтын боламыз. Осылай жақсылап майлап аламыз. Одан кейін тауықтарымызды қойып, филені қойып, соустарымызды бетіне жақсылап сіңдіріп жағып шығамыз. Одан кейін сырымыз бен помидорымызды осылай арасынан салып шығатын боламыз. Жақсылап орналастырамыз. Өте ерекше болып шығады. Барлығын осылай салып болғаннан кейін духовкада 200 градуста 35-40 минутта пісіріп алатын боламыз. Өте жеңіл және 15-20 минут уақытыңызды ғана алады. Ешқандай да қиындығы жоқ. Жасап көріңіздер, ерекше болып шықты. Осыдан кейін қалған соусымызды бетіне осылай жақсылап жағып шықтым. Аз болсын, өте керемет болып шықты.